Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге бекзат осындай жұмсақ әрі нәзік сметаник пирогын әзірлейтін боламыз. Бір жасағаннан шығатын сметаник пирогын сіздер де жасап қараңыздар. Ол үшін ұнға майымызды теркіден өткізіп аламыз. Осылайша барлығын өткізіп аламыз. Содан кейін осының үстіне қант қосамыз, қопыстықыш саламыз, бір жұмыртқа қосамыз, барлығын жақсылап қамыр қылып илеп басын біріктіреміз. Сол кезде өте жұмсақ тестісі шығады. Мінекей, дәл осылай қайталап жасасаңыздар, өте керемет дәмді пирог шығады. Мінекей, осы қоспаны енді біз пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Енді салмасын әзірлейтін боламыз. Сметанды араластырып, оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Және де қант саламыз. Одан кейін жарты қасық ванилин қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Мінекей, біздің салмамыз дайын болды. Енді манағы холодильниктегі тестімізді шығарып, оны арнайы формада осылай жайып, жазып аламыз. Менің формам осындай. Сіздерде қандай форма болса да осылай жазып, салып, бетіне осылай құйсаңыздар болады. Мінекей, салмасын үстіне құйдым. Енді сізде қандай жеміс-жидектер бар? Мысалы, мен вишня қостым. Оған смородина қосуға болады. Өздеріңіз білесіздер. Менде өзімнің жазда қатырып қойған вишнямды алып шығып, осылай бетіне әсемдедім. Мінекей, біздің пирогымыз пісті. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Әдемі болу үшін жиектеріне осылай пудра сепсеңіздер болады. Мінекей, осындай пирогты сіздер де әзірлеп үй іштеріңізді қуантыңыздар. Өте жұмсақ, тез дайындалатын пирог. Менің әр салған рецептімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Өзімізге қатты ұнайды, сіздерге де ұнайтынына кепілдік беремін. Достар, сау болыңыздар.